Бірінші рет империя сөзге барғанда, қатысқанда мен өлең айтам деп барған жоқпын. Отырдым, бәрі өлең айтып жатырды. Келесі Айнұр, сен қандай өлең айтасың дегенде мен сопротивлялась, айтпаймын дедім. Онымен өлең айтып, сахнаға шығып, өлең қалай айтқанымды білмей қалдым. Сол жердегі аурамен, сол жердегі энергиямен, прямо күшті энергиямен. Бірақ өлең айтып болғаннан кейінгі чувствоны айта алмаймын енді. Андай прям жеңілдем қаласында, когда танымайтын адамдардың көзінше 10 адам отырдық па, 12 адам отырдық, солардың бәрі саған қарап тұрған кезде, өлең айтқан кезде, это ощущение қызық. Өлең айтып болғаннан кейін так жеңілденіп, прям мен де өлең айта алады екенмін ғой деп сондай сеніммен шығасыңдар. Шықтым, прям Жанна ханымның несімен, көмегімен, айтып көрейін деген ұғыммен, сондай немен, шешіммен Еркебұлан мырзадан бірінші рет сабақ алдым. Бірінші күні сабаққа барғанда прям ондағы ощущение тоже вообще тоже сөзбен айту жеткізе алмаймын. Өйткені андай бір қызық